Саламатсыздарбы балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы 135 бетте 5-1 тақырып үш өлшемді модельдер. Мақсаты үш өлшемді графика бағдарламаларымен танысу, олардың қолданыс аясын айқындау, SketchUp бағдарламасының мүмкіндіктерін пайдалана отырып модельдерді құру. 3D графика немесе үш өлшемді графика деп айтуға болады. 3D графиканың құралдары жиынтығының көмегімен көлемді нысандарды құруға болады. Жазықтықта үш өлшемді модельдер 3D графика көмегімен құрастырылады. Олар арнайы компьютерлік программалардың көмегімен орындалады. 3D қай жерлерде қолданылады? Виртуалдық мұражайлар үшін, ойын индустриясында, құрылыстарда, теледидарда, дизайн студиясында, жарнамаларда, полиграфияда, өндірістерде, ұшақ және автомобиль құрастыру кезінде. Сіздердің алдарыңызда модельдері көрсетіліп тұр. 3D Max программасында жасалу жолы, автомобиль, мысалы автокөліктерді модельдеу кезі, ғимараттарды модельдеу кезі және программалау тілінде қолдану барысы. Енді SketchUp ғимараттар, жиһаз, интерьер салыстырмалы түрде қарапайым үш өлшемді объектілерді модельдеу бағдарламасы. SketchUp 3D архитектура деген сөз сіздерге бәріңізге мәлім, ол құрылыс жұмыстарына қатысты екен. SketchUp программасының терезесі осылай көрсетіледі сіздерге. Программаның терезесі. Ол неден тұрады? Тақырып жолы, мәзір жолынан тұрады, құралдар тақтасынан тұрады, модельдеу аймағынан тұрады, нұсқаушы терезеден тұрады, X, Y, Z осьтерінен тұрады және қалып құю қатарынан тұрады. SketchUp программасының құралдары. Осы құралдар арқылы жұмыстар жүзеге асады. Видео назарға ұсынады. SketchUp программасын енгізіп алғаннан кейін біз қалай жұмыс жасаймыз? Төртбұрышты фигура арқылы біз үй тұрғыза аламыз. Оның шатырын қалай қою керек екені ұсынылып жатыр. Оны бояуға да болады, әртүрлі түске келтіруге болады бізге.